Сәлем достар, сіздер мен EasyKZ. Инвестиция, қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша, қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі видео брокерлік шотты ашуға арналады. Нақтырақ айтқанда, сіздерге банк Центркредит банкі арқылы брокерлік шот ашуды көрсететін боламын. Бұл видеода брокерлік шотты ашып қана қоймай, осы брокерге қысқаша талдау жасайтын боламыз. Сіздер инвестиция жасау үшін әлі брокерлік шот ашпаған болсаңыздар, немесе екінші, үшінші брокерлік шотты ашқыларыңыз келсе, осы видео пайдалы болатынына сенімдемін. Тақырып қызық болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Арнаның жаңа көрермені болсаңыз, алда шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаның үстінен баса кетіңіздер. Қор нарығына инвестиция жасау үшін, яғни акция, облигация сияқты құнды қағаздарды алу үшін брокерлік шот болуы керек. Осыған дейін арнамда Freedom Finance, Халық банкінде брокерлік шотты ашуды көрсетіп өткен болатынмын. Егер сіздерді осы брокерлермен жұмыс жасау ыңғайлы болса, видео соңындағы сілтемеге өтіп, қалай брокерлік шотты ашуға болатынын көре аласыздар. Ал қазір сіздерге тек банк Центркредит брокері жайлы айтатын боламын. Банк Центркредитте брокерлік шотты ашпас бұрын, осы брокердің қандай мүмкіндіктері бар екендігіне қысқаша талдау жасайық. Бұл брокердің ең бірінші ыңғайлы тұсы үйден шықпай-ақ шот ашуға болатындығында. Шотты ашу ұзақтығы 5-10 минут қана уақытты алады. Оған қоса шотты ашу, жабу және оның қызмет көрсетуі тегін. Егер шотты банк Центркредит картасымен толықтыратын болсаңыздар, толықтыру тегін. Тиісінше қаражатты шешіп алу да тегін. Бұл брокер теңгемен және доллармен инвестициялауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, брокер касса қор нарығына тікелей шығуға мүмкіндік береді. Осы айтылғандарды брокердің артықшылығы ретінде қарастырсаңыздар болады. Енді оның қандай кемшіліктері бар екендігін қарастыра өтейік. Брокер бағалы қағазды сату және сатып алу үшін комиссия алады. Ол шамамен келісім сумасының 0,03%-ын құрайды. Ол басқа брокерлермен салыстырғанда көбірек. Келесі кемшілік ретінде брокердің тек шектеулі бағалы қағаз түрлерін алуға мүмкіндік беретіндігінде. Бұл брокер арқылы тек ETF және акция сатып алуға болады. Оның үстіне алуға болатын бағалы қағаздар тізімі шектеулі. Соңғы кемшілік ретінде брокердің тек касса нарығына тікелей шығуға мүмкіндік беретіндігінде. Шет елдік NASDAQ, Лондон және тағы да басқа қор нарығында саудаланатын бағалы қағаздарды ала алмайсыздар. Бар кемшіліктеріне қарамастан, бұл брокер инвестицияны енді бастаған инвесторлар үшін, немесе отандық нарыққа ғана инвестициялауды көздейтін инвесторларға өте ыңғайлы брокер болуы мүмкін. Сізді осы брокермен жұмыс істеу қызықтырса, брокерлік шотты ашуға кірісейік. Оған бар болғаны 5-10 минут уақытыңыз кетеді. Брокерлік шотты ашу үшін сізге ең алдымен банк Центркредиттің bcc.kz қолданбасын App Store'дан немесе Play Market'тен жазып алу керек. Қолданбаны жазып алғаннан кейін, банктік шотыңыз жоқ болса, шот ашып, картаңызды тіркеп алғаныңыз жөн. Ары қарай қолданбаға кіреміз. Сізде осындай бет ашылады. Кейін осы беттің төменгі жағында орналасқан сервисі бөліміне өтеміз. Бұл бетте банктың ұсынатын қызметтері тізімі ашылады. Бізді инвестиция қызықтырады. Сол себепті бірінші қатарда үшінші тұрған инвестиция бөліміне өтеміз. Сізде бірден осы бет ашылады. Бұл бетте «Открыть счет» деген батырманы басып, брокерлік шотты ашуға кірісеміз. Кейін сізге осы брокердің артықшылықтарымен таныстыратын осындай бет ашылады.
Танысып болғаннан кейін қайта «Открыть счет» батырмасын басамыз. Бұл жерде сіз жайлы ақпарат тексерістен өтеді. Тексеріп болғаннан кейін осындай бет ашылады. Бұл жерде сізден брокерлік шотты ашу үшін электронды түрде қол қою сұралады. Сіз келісім беріп, «Подписать» батырмасын басу керексіз. Кейін сіз брокерлік шотты ашудың шарттарымен танысып, оған келісім беріп, «Соглашаюсь открыть счет» батырмасын басу керексіз. Батырманы басқаннан кейін сізде телефоныңызға код жіберіледі. Осы телефоныңызға келген 4 сандық кодты енгізіп, шотты ашуға электронды қол қоясыз. Сізде келесідей бет ашылады. Бұл дегеніміз шотты ашуға өтінім жіберілді дегенді білдіреді. Біраз уақыттан кейін шот ашылады. Ары кетсе 1 сағаттай уақытты алуы мүмкін. Шот сәтті ашылған жағдайда сіз қайта инвестиция бөліміне кірсеңіз, осындай бет ашылуы керек. Осы сәттен бастап брокерлік шотты пайдаланып инвестициялай берсеңіздер болады. Ал егер сіздерді қалай бағалы қағазды алу, сату, шотты толықтыру қызықтыратын болса, алда келесі видеоларда көрсететін боламын. Сіздер де менімен бірге қайталап, сәтті түрде брокерлік шот аша алдыңыздар деген үміттемін. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жаза кетсеңіздер болады. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаның дамуын қолдай кетулеріңізді сұраймын. Арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, арнаға тіркеліп, алда шығатын пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаның үстінен басып өтсеңіздер болады. Сіздерді келесі видеоларымда күтетін боламын. Рахмет!